Сәлеметсіздер ме? Бүгін 2 сынып математикасының 1 бөлімнің 38 сабағын бастаймыз, яғни 1 мен 8 есептерді орындайтын боламыз. Екі таңбалы сандарды разрядтан аттап жазбаша қосу. Бірінші есепте сандарды баған түрінде қосудың қалай орындалғанын түсіндіруіміз керек. 45-ке 19 қосатын болсақ, бұл жерде 4-іміз ондық, 5-іміз бірлік, 19 санын айтатын болсақ, 1-іміз ондық, 9-ымыз бірлік. Ең бірінші қосатын кезде біз бірліктер мен бірліктерді қосып аламыз. Содан кейін барып ондықтарды орындаймыз. Енді бірліктерді қосатын болсақ, 9-ға 5-ті қосатын болсақ, 14 болады. 1 ойда 4 түседі. Одан кейін ондықтарды қосамыз. 4-ке 1 қоссақ 5, ойдағымен 6 болады. Сонда 64 саны шығады. Неке әсінде сондай 47 мен 33 сандарын баған түрінде қосудың өзі орындап көр дейді. 47-ге 33-ті қосатын болсақ 80 болады. Яғни 7-ге 3 қоссақ 10 болады. 1 ойда 4-ге 3 қоссақ 7, ойдағымен 8. Сонда 80 саны шығады екен. Екінші есепте мысалдарды баған түрінде жазып шығар дейді. 25-ке 37-ні қосамыз. Ең әуелі бірліктерден бастаймыз. 5-ке 7-ні қоссақ 12, 1 ойда x түседі. 2-ге 3 қосатын болсақ 5, ойдағымен 6, 62 саны шығады. Одан кейін 38-ге 42-ні қосатын болсақ, ең бірінші бірлігінен бастаймыз. 8-ге 2 қосатын болсақ 10, 1 ойдан 0 түседі. 3-ке 4 қосатын болсақ 7, ойдағы 1-ді қосамыз, сонда 80 болады. Одан кейін 36 минутқа 18 минутты қосатын болсақ, 6-ға 8-ді қосатын болсақ 14, 1 ойда 4 түседі. 3-ке 1 қосатын болсақ 4, ойдағымен 5, сонда 54 минут шығады. Одан кейін үшінші есепті, яғни мына жердегі сөйлемдерді оқы дейді, және сұрақты өзін құрастыр дейді. Сөйтіп, есепті құрастыруымыз керек. Енді сыныпта 15 оқушы қыз және 16 ұл бар дейді. Сыныпта барлығы неше оқушы бар? Яғни бұл жерде біз сұрақ құрастырып тұрмыз. Сыныпта барлығы неше оқушы бар деген сұрақты қойып тұрмыз. Есептің шартын құратын болсақ, қыз 15, ұл 16, барлығы деген сұрақты қойып тұрмыз. Яғни барлығы деген сұрақ болатын болса, онда біз не істейміз? Қосамыз. 15-ке 16-ны қоссақ 31 шығады. Яғни барлығы 31 оқушы бар. Төртінші есеп сандарды баған түрінде қосудың қалай орындалғанын түсіндір дейді. 65-ке 35-ті қосамыз. Яғни бірінші бірліктерден бастаймыз. 5-ке 5 қосқанда 10, 1 ойда 0 түседі. 6-ға 3 қосқанда 9, ойдағы 1-ді қосамыз, сонда 10 болады. Сонда 100 шығады. Яғни 100-дік 3-ші разрядтың бірлігі болып есептеледі екен. 5-ші есепте мысалдарды баған түрінде жазып шығар. 75-ке 25-ті қосамыз. 5-ке 5 қоссақ 10, 1 ойда 0 түседі. 7-ге 2 қоссақ 9, ойдағы 1-ді қосамыз, 10, сонда 100 шығады. 37-ге 63-ті қосамыз. Бірінші бірлігінен бастаймыз. 7-ге 3 қосамыз 10, 0 түседі. 1 ойда 3-ке 6-ны қосамыз 9, ойдағы 1-ді қосамыз 10, сонда 100 шығады. Одан кейін 51 литр мен 49 литрді қосатын болсақ, мына жерде жазылмай қалыпты. 1-ге 9 қосатын болсақ 10, 1 ойда 0 түседі. 5-ке 4 қосамыз 9, ойдағы 1-ді қосам 10, бұл жерде де 100 шығады. Одан кейін 6-шы есепте теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуде белгісіз x-ті табу үшін біз 97-ден 34-ті азайтамыз. Яғни 97-ден 34-ті азайтқанда 63 болады. 7-ден 4 аламыз, 3 болады. 9-дан 3 алғанда 6 қалады. Сонда 63 шығады. X-тің орнындағы сан 63. Одан кейін екінші теңдеуді шығаратын болсақ, x-тің орнына сан табу үшін біз 66-ға 25-ті қосамыз. Яғни 6-ға 5 қосқанда 11 болады, 1 ойда 1 түседі. 6-ға 2-ні қосамыз 8 болады, ойда 1-ді қосам 9 болады, сонда 91 болады. X-тің орнындағы сан 91. 7-ші есепте өрнектер құр және олардың мәнін тап дейді. А есебінде 27 мен 63-тің қосындысына 8-ді қосу керек. Яғни 27-ге 63-ті қосатын болсақ 90, яғни 7-ге 3 қоссақ 10, 1 ойда 0 түседі. 2-ге 6-ны қоссақ 8, ойда 1-ді қосамыз 90, 90-ға 8-ді қосамыз 98 саны шығады. Енді әсі 24 және 38 бен В-ның қосындысын қосу керек. Мұндағы В 19. 38-ге 19 қосатын болсақ 57,
24-ке 57-ні қосатын болсақ 81 саны шығады. 8-ші есеп мысалдарды баған түрінде жазып шығар дейді. 23-ке 47-ні қосатын болсақ, 3-ке 7 қосатын болсақ 10, бір ойда 0 түседі, 2-ке 4 қосқанда 6, ойда 1-ді қосам 70 болады. 35-ке 36-ны қосатын болсақ, бірінші бірлігінен бастаймыз. 5-ке 6 қосамыз 11, бір ойда 1 түседі, 3-ке 3 қосам 6, ойда 1-ді қосам 7, сонда 71 саны шығады. 24 килограмм мен 76 килограммды қосатын болсақ, 4-ке 6 қосам 10, бір ойда 0 түседі, 7-ге 2 қосам 9, ойда 1-ді қосам 10, сонда 100 килограмм шығады. 44-ке 37-ні қосатын болсақ, 4-ке 7-ні қосам 11, бірі ойда, бірі төмен түседі, 4-ке 3 қосам 7, ойда 1-ді қосам 81 болады. 68-ге 32-ні қосатын болсақ, 8-ге 2-ні қосам 10, бір ойда 0 түседі, 6-ға 3 қосам 9, ойда 1-ді қосам 10, 100 шығады. 65-ке 24-ті қосатын болсам, 5-ке 4 қосам 9 болады, 6-ға 2 қосам 8 болады, сонда 89 сантиметр шығады екен. Мінекей балалар, бүгінге біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, келесі сабақта жоғалтпамас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.